тоқал боламын деп ойлаған емеспін. Сәлем достар, сіздермен бірге өмір айнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Анау бай екен, анау кедей екен, мынау ұрпақсыз, пәленге тоқал екен деп біреудің сыртынан сөз айтпау керек. Себебі тағдыр деген нәрсе бар, ол сондай адам болайын деп болмайды, тағдырына жазылғанын көріп, көндігіп өмір сүріп жатыр. Сондықтан қай уақытта болса да басқаны сөгуге, тағдыр үшін соттауға дайын тұрмасақ екен. Бұл менің өз-өзімді алдын ала ақтап отырғаным емес. Тек кім-кімде болсын еріккеннен жаман жолға түспейтінін ұқтырғым келеді дейді Ақмарал есімді әйел. Осыдан 5 жыл бұрын 2 баламен жесір қалдым. Жолдасым жол апатынан қайтыс болды. Жолдасым қайтыс болғанға дейін не киім, не ішем деп уайымдамай, аяқты алшаң басып жүрген бақытты әйел едім. Себебі күйеуім менің жұмыс дегенімді қаламады. Балаларды үйірмелеріне апар, сабағына қара деп бар жағдайымды жасауға тырысты. Жолдасым онсыз да бала жан еді, тұңғышын еркелеткенде өліп тірілетін, ал қызымызды тіпті жақсы көрді. 10 жыл отбасы болып өмір сүрдік. Аз ғана ғұмырында бізді бақытты қылу үшін барын салды. Күйеуіме сол үшін шексіз ризамын. Қазір ол кісі жоқ, өмірден өтіп кеткен. Жол апаты жалмап әкетті. Бір сәтте өмірімнің астан кестеңі шығып, дүние төңкеріліп сала берді. Күйеуім барда ішіп жем, балалардың киімі, керек жараққа аса бас ауыртпаппын. Қазаның арты тарқап, 40-ын өткізген соң, еріксіз жұмысқа шығуға тура келді. Балалардың мектебі мен балабақшасына қаражат керек, оның үстіне 2-3 айдан соң жолдасымның 100 күндігі де келе жатыр. Қарайласа қалатын не күйеуімнің, не өзімнің ата-анам жоқ, ерте қайтыс болып кеткен. Сол себепті білекті сыбанып, белді буып, 2 баламды асырау үшін жұмысқа шықтым. Таныстарым арқылы сұрау салып көргенмен ыңғайлы жұмыс табыла қоймады. Сосын ұлымның мектебіне барып, еден жуушы болып орналастым. Оныма балам намыстанып көзіме көрінуші болма деп жылады. Өмірімде еден жуып ақша табам деп ойламағам, өзімнің де ішім құса боп, біраз уақытқа дейін депрессияда жүргенімді жасырмаймын. Маңдайыма жазылған тағдыр сол болар, енді өмір бойы еден жуып күнелтемін деп түсіндім. Келе-келе оғанда бойым үйреніп, қалыпты жұмысқа айналып кетті. Арада 1 жылдай уақыт өткенде базарда киім-кешек сататын жолдас келіншектен онша-мұнша киім алып, мектептің мұғалімдеріне сата бастадым. Құрдас келіншектен қарызға келіп, тарқатып тастаймын. Айлық уақытында жинап алып, үстіндегі пайдасын көрем. Ол да болса әжептеуір көмек болып қалды. Саудадан тапқан ақшамды тірнектеп жинап күйеуімнің жылдық асын өткізіп алдым. Сөйтіп жүргенде базардағы бір азаматтың көзі түсті. Құрдас келіншекке әр келген сайын көзін тігіп, қадала қарап қалатын. Кейін мені сыртымнан сұрастырыпты. Құрдас келіншекте жағдайымды түгелімен баяндап берсе керек, қыр соңымнан қалмай қойды. Танысу шайына шақырып, өзі туралы түгел баяндап берді. Сауда арқылы жағайын дұрыстап алған екен. Базарда киім-кешек сататын 2 нүктесі, мата сататын тағы 1 дүкені, аяқ киім сататын 3 дүкені бар екен. Ақмарал, мен отбасылы адаммын. 3 балам бар. Бірақ өзіңді көріп, жесірліктің қамытын кигеніңді естіп, өзіңе қорған болсам деп ойладым. Құдай миыма сондай сигнал жіберді. Әйтпесе тоқал іздеп, желік қусам ақшада, қыз 40-ында табылады. Бірақ мен сауап үшін осындай тірлікке кіріспекшімін. Менің екінші әйелім бол, балаларыңа да жағдай жасап бере алам деп ашық әңгімеге тарып, бәрін түсіндірді. Жолдасымның топырағы кеппей жатып ондай тірлікке бара алмаймын деп ол кісіден қанша қашқақтасам да сезім өз ырқына бағындырды. Сонымен көп ұзамай оның көңілдесіне айналдым. Коммуналдық төлемдеріне, балалардың киім-кешегіне деп ақша беретін, азық-түлікті көлігімен әкеліп тастайтын. Үнемі ер адамның қамқорлығына үйреніп қалған маған, шын мәнінде қасыма ер азамат керек екенін ұқтырды. Қазір мен мектептегі еден жуушылық жұмысымды тастағамын. Саудаға 1 жола ауыстым. Қазір Сәбит 1 дүкенін маған беріп қойған. Екеуміз бірге Түркиядан зат әкеліп, соны айналдырып жатырмын. Табыс көбейген сайын базарда отырғанда келмей қалады екен. Қазір дүкенге сатушы алып қойғам.